Атырау облыстық денсаулық сақтау басқармасының бұрынғы басшысы Маншук Аймурзиеваға қатысты сот отырысы жалғасуда. Бүгінгі процесте прокурор Аймурзиеваға 5 миллион 500 мың теңге айыппұл салып, медициналық мекемелерде басшылық қызмет ету құқығынан 3 жылға айыруды сұрады. Еске салайық, Аймурзиева өзіне жүктелген міндетті атқарған кезде салғырттық танытты деген айып тағылған болатын. Не приняты меры по привлечению опытных менеджеров для эффективного управления отраслью здравоохранения. Не приняты оперативные меры по укомплектованию кадрами. Мемлекеттік айыптаушының мұндай уәжіне қатысты Маншук Аймурзиева өзінің пікірін білдірді. Ол 2017 жылы қызметке тағайындалғанда аймақтағы медицина саласының сын көтермейтіндей жағдайда болғандығын, кейін көрсеткіштердің жақсара бастағанын айтты. Тек ана мен бала өлімін азайту үшін әлі де жұмыстану керек болатын, бірақ оны толықтай қолға алып үлгермедім дейді Аймурзиева. Части недобросовестного отношения. Қызметіне салғырт қарат деп жатыр ғой. Тиісті орындардың қолындағы дерекке қарағанда солай болып тұр. Бірақ мен жан тәнімді салып жұмыс істедім деп айта аламын. Алатаңнан қара кешке дейін еңбек еттім. Кейбір мәселелер бойынша кешеуілдеу болды. Мен оларды шешу үшін педиатрия институтынан мамандар шақырып та қойған едім. Бірақ ойымды жүзеге асырып үлгермедім. Аймурзиеваның айтуынша басқармадағы мамандардың жетіспеушілігі де жағдайдың осылай болуын алып келген. Сөзінің соңында облыстың бұрынғы бас дәрігері айыппұлдың мөлшерін азайтуды, жеке медициналық ұйымдарда еңбек ету құқығынан айырмауды сұрады және зейнет демалысына шығуына 1 жыл қалғандығында айта кетті. Жанат Молдашева, Арзу Қараш, Каспия Ньюс.